Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен бірге жұқпа наннан 5 минутта дайын болатын тіске басарымызды жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті бір дана помидор, лаваштың қамыры, яғни жұқпа нан, майонез, кетчуп, шұжық және сыр қажет болады. Алдымен бөлек ыдысымызға үккішімізді алып, сырымызды жаймен өткіземіз. Ал үйлеріңізде бұндай үккіш болмайтын болса, орнына пышақпен кубиктап турасаңыздар да болады. Қалауларыңызға қарай. Мінекей біздің сырымыз дайын болып қалды. Енді келесі кезекте шұжығымызды өткізетін боламыз. Шұжығымыз мен 3 адамға арнап жасадым. Сіздер отбасыларыңызда адам көп болатын болса, бұдан да үлкен етіп алсаңыздар болады. Бір жасағаннан-ақ балаларыңызға ұнайтын және сүйсініп жейтін тойымды тағам болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Мінекей біздің шұжығымыз бен сырымыз дайын. Оны араластыру үшін шұңғылдау, кесе немесе одан да үлкендеу ыдысты алып, ішіне жаймен салып шығамыз. Сочный болып шықсын десеңіздер, үстіне майонез бен кетчуп салып жіберсеңіздер, тіптен керемет болып шығады. Жоқ болса, сырдың өзі газге жаңағыдай пісіргеннен кейін сыры еріп әдемі болады. Мен майонез бен кетчупты да 2-2 қасықтан салып шықтым. Сіздер көлеміне қарай сала берсеңіздер болады. Барлығын араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін мінекей бір дана помидорымызды алып, орташа қалыңдықта кесіп шығатын боламыз. Ал біздің салмамыз дайын. Помидорларымызды алдын ала турап алдық. Енді келесі кезекте лаваштың қамырлары, яғни жұқпа нанымызды ұзынша етіп арнайлап кесіп аламыз. Мен алдын ала кесіп дайындап қойдым. Сіздер де осылай алдын ала кесіп алсаңыздар ыңғайлы болады. Енді ортасына салмамызды салып, үстіне помидорымызды қойып, бір-бірден орап шығатын боламыз. Мінекей салмамызды салып, помидорларымызды бір-бірден орналастырып, 3 бұрышты етіп ораймыз. Осы орайда бізге су қажет болады. Жаңағы салмамыз шашылып кетпес үшін судан кішкене жағып, барлығын қойып шығамыз. Мінекей болған қамырларымызды газге, яғни отқа қойып, екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Көп ұстамайсыздар, ары кетсе 1-2 минут жеткілікті. Дайын болған тіске басарларымызды ыстықтай таңғы асқа ұсынуға кеңес беремін. Каналға жазылып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.